таңғы асқа нан қалмапты. Не істесек екен? 30 минутта дайын болатын батон дайындаймыз. Қаны кеттік. Дайынсыз ба? Un аламыз, ортасын тесеміз, оған дрожж саламыз, шекер, тұз, жылы сүт, аздап піскен май, барлығын қамыр жасаймыз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Мінекей, енді қамырды 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Пленкамен және сыртынан сүлгімен жауып қоям. Мінекей, қамырымыз көтерілді. 10-15 минут ішінде осы қамырмен бізде бір батон шығады. Қамырды оқтаумен жайып, қатты жұқартып жібермейміз. Енді оны рулет секілді орап шығатын боламыз. Аз ғана қалдырамыз орамай. О жеріні тура осы видео сияқты видеодағыдай лента қылып кесіп шығамыз. Жіңішке лента секілді. Сосын ары қарай қайтадан орап аламыз. Ал енді листқа салып, тағы да бір 5 минутқа шашықпен бетін жауып қоямыз. Әдемі болып көтерілсін. Мінекей, көтерілді. Көріп тұрғаныңыздай әдемі болып көтеріліп, арасы әдемі болып пісетін болады. Бетіне жұмыртқа жағып шығатын боламыз. Ал енді 180-200 градуста қызып тұрған печкаға салып аламыз. Мінекей, дайын болды. Аздап күте тұрдым, суығаннан кейін кесу үшін. Өте дәмді, және де жұмсақ. Жасап көріңіздер. Рецептін видеоның астына сала кетем. Мен каналыма подписка жасап қойсаңыздар, және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен салған видеолардың барлығы сізге келетін болады. Шыдай алмай кеттім. Өте дәмді. Мінекей, таңғы астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.